Адамдар айтады ғой, мен сыналып жатырмын, қиналып жатырмын дейді. Аллах тағала бізге сынақ бермейді негізі. Ол рақым. Осы нәрсені түсінген кезде біз нағыз бақытты адам боламыз. Қандай қазір басыңызда проблема бар? Мүмкін сізде де іштей бар ғой. Менде болсын, осы подкастты көріп жатқан адамдарда болсын, қандай да бір қиындық бар ғой, оның астында рақым жатыр. Аллах тағала осы құлым қиналсын, осы құлым жыласын демейді ешқашанда. Сіз өз балаңызды қиналдырып, жылатып қарап отырасыз ба? Жоқ, әрине. Балаңыз 14 жаста сізге сұрақ қоян, Сапар мырза. Әке, маған машина алып бер дейді. Қоярда қоймай, машина алып бер дейді. Сұрап жатыр, күні, түні қоймай сұрайды. Алып бересіз ба? Иә. 14 жаста. 14 жаста жоқ. Алып бермейсіз ғой. Өткен білесіз, қазір ол көтере алмайды оны, машинаны. Иә, соғып алуы мүмкін, өз өміріне қауіп төнуі мүмкін деген сияқты. Енді ата-анамыз бізді жақсы көреді, Аллах тағала бізді миллион есе қатты жақсы көреді. Сұрағаныңызды бермей жатыр ма? Күнде сұрап жатсыз ба? Аллах тағала қай кезде береді, Аллах тағала, бірақ қай кезде беру керек екен Аллах біледі да, қай кез сізге дұрыс келетінін. Сол себепті сұрадыңыз ба, сеніңіз, сабыр қылыңыз, күтіңіз болды. Бірақ Аллах 10000% сұрағаныңыз береді.